Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай жасалынатын зебра пирогын дайындайтын боламын. Құрамы қолжетімді заттардан тұрады. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін көріңіздер. Қажетті заттардың барлығын алдын ала өлшеп дайындап алдым. Ең алдымен 3 жұмыртқаға қантты қоса отырып, миксермен араластырып аламыз. Әбден аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Осы пирогтың құрамына қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қалдырып қойдым. Әрі қарай үстіне сүт, сұйық май құйып тағы араластырамыз. Алдын ала өлшенген және електен өткен ұнды салып араластырамыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің видеоларыма лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де әлі де каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыздар. Біркелкі қылып араластырып болған соң, үстіне сода мен уксус араластырып қосамыз. Осы массаны екіге бөлеміз. Аздау бөлігінің үстіне какао ұнтағын салып араластырамыз. Енді формаға май жағып аламыз. Бір ас қасықпен кезекпе-кезек құямыз. Дәл осы видеодағыдай барлығын құйып шығамыз. Осындай әдемі ақала зебраның үстінде болып шығады. Енді шпажканың көмегімен шетінен ортасына қарай узорлар жүргіземіз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Міне зебра пирогымыз дайын болды. Өте жұп-жұмсақ, дәмді болып шықты. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.